Білесіз бе, мен бұған ақыры жеттім. Мен профессор атандым. Ал алда жаңа арман Нобель сыйлығы. Бірақ бәрі де ертерек басталған. Екінші сыныпта оқыған кезде мынау Валентина Руфовна мен класс жетекшім қолын басыма қойды да, сен профессор боласың, жазуың өте әдемі деп айтқан. Сол кезде мен профессор деген терминді түсінбей, бірақ өте ұнады да. Археолог болуға, космонавт болуға, ғарышкер, аквалангист. Сөйтіп армандарым орындалмаса да, мен үлкен зерттеуші болдым. Мен ғалым атандым. Негізі ондаған 15 шақты елді араладық, диссертация қорғадық. Жапонияда, Германияда, білесіңдер, Ресейде, көптеген қалаларында тағылым адамдан өттім. Қазір мына халықаралық әріптестеріммен бірге аморфты кремнезем архитектурасын зерттеп жатырмыз. Болашақта, Құдай қаласа, Нобель сыйлығының лауреаты атанамыз. Алғымыз келеді, арман батыл болуға тиіс. Біз жас ғалымдар отбасымыз. 2 PhD докторы, 2 оқытушы, миллениал, зумер, альфа, 3 буын өкілін тәрбиелеп отырған көп балалы отбасымыз. 5 баламыз бар. Әрқайсысының өз әлемі бар. Әлфия қызымыз инклюзивті бала. Дәл осы жерде, арман қалада, ол өз күш орнын тапты. Біз ондаған тұрғын үй кешендерін қарадық. Әрқайсысы әртүрлі артықшылықтары ұсынды. Бірақ міне біздің үйіміз деген сезім болмады. Ыстықтан шаршап келе жатып, тағы бір биік қабатқа көтерілдік. Ол да көңілден шықпады. Терезеге жақындап едім, алыстан BI Group деген үлкен жазуы бар әдемі қаланы көрдім. Бірден сол жерге бардық. Бұл дәл сол сәт болды. Арман қалаға кіргенде, екеуміз бір мезгілде міне біздің үйіміз дедік. Табиғи салқындық, өте тамаша, жап-жасыл көгаландыру, тағы да көптеген артықшылықтары бар. Осы Бигвилл арман қаланың біз келіншегіміз екеуміз, Эльмира екеуміз я деген сөз бірден келді, және осы жерден пәтер сатып алдық. Біз биікті, шыңдарды жақсы көреміз. 15-ші қабаттан қала алақандағыдай көрінеді. Мектеп жақын жерде, ыңғайлы әрі қауіпсіз. Балалар күні бойы үйірмелерде, секцияларда, студияларда болады. Біз уақытымыз бен күшімізді үнемдейміз. Ал бұл көп балалы отбасы үшін баға жетпес құндылық. Білесіз бе, үйдің төбесінде BI деген жазу бар. Біз оны Биболдың үйі деп атаймыз. Туыстарымыз осы жазуға қарап жол табады. Тіпті өзімізде жұмыстан шаршап келген кезде сол BI деген жазуға қарап жолымыз жеңілдейді, үйімізге шамшырақтай көрінеді. Сөйтіп біз үйге үлкен мықты, сондай бір ыстық ықыласпен келеміз. Біз BI Group салған жөндеуден өткен пәтерді таңдадық. Бұл ең ыңғайлы шешімдердің бірі болып шықты. Уақыт пен күш жұмсамаймыз. Шебер іздеудің, материал сатып алудың, және әр кезеңді бақылаудың үй пайдалануға берілген соң, бірден көшіп берілген соң, артық машақатсыз көшіз болды. Барлық жұмысты құрылыс салушы өз жасайды. Бұл сондай жайлы. Көшіп кіресіз де тұра бересіз. Қазір біз арман қалада тұрамыз. Әлі де армандап, болашағымызды құрамыз. Өйткені әлемді арманшылдар жасаған. Кім білет, бір күні үйімізде мұнда Нобель сыйлығының лауреаты Бибол Ермұратұлы Жақыпбаев тұрған деп жазылған тақтайша пайда болар. Армандар орындалады. BI Group, армандар өсе түсетін үй үшін рахмет.